Достар, видеоның басында сізге кішкене өтініш. Біздің каналда, яғни біздің видеоларымызда 73% адам тіркелмей көреді екен. Егер дәл қазір сіз де осылай тіркелмей болсаңыз, астында подписаться деген кнопка бар. Соны басып, біздің арнаға тіркеліп қойыңыздар. Ал ендеше біз видеомызды бастаймыз. Кеттік ал. Бұл пойыздар бекеттерге тоқтамайды және жолаушыларды қабылдамайды. Ал егер біреу вагонға секіріп үлгерсе, із-түссіз жоғалып кетеді. Бұл пойыздар кестеге сай жүрмейді. Олар жоқ жерден пайда болып, қайтадан қайтып кетеді. Сәлем достар, сіздермен Топ Қазақ. Қарсы алыңыздар топ 5 камераға түсіп қалған елес пойыздар. Сонымен кеттік. Бұл жазба Италияндық теміржолдың қауіпсіздік камерасында жасалған. Камера туннельге кіре берістің үстінде орналасқан. 1911 жылы пойызбен бірге барлық жолаушылар жоғалып кеткен. Нақты не болғаны белгісіз. Бірақ адамдар осы жолдан пойыздың елесін көретіндерін айтады. Тіпті камераға түсіп қалған. Келесі видео Қытайдың метроларының бірінде бейнебақылау камераға жұмбақ пойыз түсіп қалады. Елес пойыз жақындап келе жатқанда оның дыбысы естіледі. Тіпті ысқырық та естіледі. Бірақ пойыздың өзі көрінбейді. Елес пойыз станцияға біраз тұрды да кетіп қалады. Бұл видеоны американдық блогер түсірген, және де ол кездейсоқ аспаннан пойызды түсіріп алады. Бірақ бұл видео шын ба өтірік па белгісіз, бәлкім монтаж болуы да мүмкін. Ал мына видеода түсініксіз бір нәрсе пойыз жолымен жүріп өтеді. Әрине бұл пойыздың елесіне ұқсамайды. Сіздер бұны не деп ойлайсыздар? Комментарийге өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Бұл видеоны теміржолшылардың бірі түсірген. Автордың айтуы бойынша ол елес пойызын жиі көреді екен. Тіпті оны камераға түсіріп үлгерген. Қалай ойлайсыздар? Бұл видео шын ба немесе жалған ба? Сонымен достар, видео ұнаса және кішкене ақпарат алсаңыздар, лайк басып арнаға жазылыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.